Болашақ аналарға көкөністер мен жемістерді көбірек жеу керек екенін жиі естисіз. Иә, бұл қисынды, өйткені олардың құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Кейбір өнімдердің қарсы көрсетілімдері бар екенін ұмытпаңыз. Өйткені олар аллергияға және ас қорыту жүйесінің бұзылуына әкелуі мүмкін. Оларды сақтықпен пайдаланыңыз. Құлпынай да жүктілік кезінде де тыйым салынған өнімдер қатарына кіреді. Мұнда біз осы жемістің болашақ аналардың тамақ үлесінен шығарудың себептерін және оның неге қауіпті екенін егжей-тегжейлі қарастыратын боламыз. Жетіспейтін дәрумендер мен минералдарды қабылдау үшін маусымдық жемістер мен көкөністерді жеу керек деген пікір бар. Жазда құлпынай, таңқурай, қызанақ, ал қыста құрма, анар. Егер сіз осы тағамдарды мезгілінде жесеңіз, жыл бойына жемістер мен көкөністер өсіруде қосылатын химикаттар мен улану қаупін азайтуға болады. Жүктілік кезінде жағымсыз салдардың алдын алу үшін ағзаңызды тыңдап, тіпті маусымдық өнімді де мұқият таңдау керек. Барлық жидектер мен жемістер қауіпсіз бола бермейді. Ең алдымен құлпынай туралы айта кету керек. Тәтті дәмі мен түрінің жақсы болуына қарамастан, ол күшті аллерген. Тіпті болашақ ананың бетіне бөртпелер қаптап, туылғанға дейінгі балада диатез тудыруы мүмкін. Жүктіліктің 4-ші айынан бастап әйелдің тағам өнімдеріне деген сезімталдылығы артады. Күтпеген тағамдарға аллергия болуы мүмкін. Осы айдан бастап құлпынай жеуден бас тартуыңыз керек. Егер бөртпелерге қатысты тұқым қуалайтын бейімділік болса, нәрестенің денсаулығына зиян тигізбеу үшін бұл жемісті мерзім басынан жемей-ақ қойған жөн. Осы алқызыл дәмді жемістің сонымен қатар жатырдың тонусын жоғарылату ерекшелігі де бар. Бұл түсік тастау немесе ерте босануға әкелуі мүмкін. Оның құрамында кальцийді ағзадан ағызатын қымыздық қышқылы бар. Ол жеткіліксіз болып, қосымша дәрі қабылдауға тура келеді. Бұл элемент бала көтеріп жүру кезінде қажет. Себебі баланың күшті сүйек қаңқасын дамыту үшін өте маңызды. Сондай-ақ кальцийдің жетіспеушілігі болашақ ананың тістері, шаштары мен тырнақтарының мәселелеріне әкеледі. Бұл жидектің көптеген кемшіліктері бар. Тәуекел етпес үшін одан бас тартыңыз. Сонымен болашақ аналарға құлпынай жеуге бола ма? Егер сіз аллергияның басталмайтынына сенімді болсаңыз, жүктілік кезінде бақшадан бірнеше жеміс алып жеуіңізге болады. Ең бастысы мөлшерді сақтау және мұқият болу. Аурудың алғашқы белгілері пайда болған кезде мерзім аяқталғанға дейін құлпынай жеуді доғарыңыз. Егер сіз әлі де кішкене құлпынай жеуге шешім қабылдаған болсаңыз, онда кальцийдің тапшылығының орнын толтыру үшін оны сүт өнімдерімен пайдаланыңыз. Қаймақ, сүзбе, сүтпен бірге қолданған жөн. Аш қарынға құлпынай жеуге болмайтынын есте сақтаған жөн. Бұл асқазан ойық жарасына және басқа асқазан ішек ауруларына әкелуі мүмкін. Дұрыс шешім жүктіліктің соңына дейін салдарын күтпестен осы өнімді тамақ үлесінен шығарып тастау қажет болады.